Қазақстандағы ең үлкен әуежай ісі бойынша соңғы сот отырысы өтеді. Яғни 5 азаматтың ісі қаралып жатыр. Бүгін үкім шықпақ. Жазықсыз ешкім қамалмасын. Алматыдағы азаматтар, арыларың бар ғой, келіңдер, қатарға қосылыңдар. Мекенжай Алматы қаласы Наурызбай аудандық соты, Шұғыла Ақшам ауданы 347 бірінші мекенжайда орналасқан. Келіңіздер, күндізгі сағат 3-те өтеді. Мына азаматтар бір күндік жұмысын қиып, таңертең 8-ден бері осы жерде жүр. Қазіргі қатарымыз 100-ден асты. Неге мың болмасқа әділдік үшін? Бір адамның сотталғаны, ақиқаттың сотталғаны. Ешкім сотталмасын. Саяси тұтқындарға уақыт өткен сайын, минуттар өткен сайын қолдаушылар қатары көбеюде. Күн ысып тұр, әр адам қазір көлеңке жағалап осындай беседкаларда сот уақытын күтіп отыр. Сот күндізгі 3-те болғанымен осы жиналған белсенділер, осы азаматтардың ерте келу себебі бүгін сот күндізгі 3-те болады. Ал бірақ өткендегі соттардың барлығы күндізгі сағат 10-11 кездерінде болып жүрген. Біздің елде бұған дейін де белсенділердің қаншама соты түстен кейін өтеді деп, бірақ таңертең өткізіп жүрген қаншама соттар бар. Сондықтан да осы белсенділер біз жиналып үлгермей қалып жүрмейік деп, ерте келіп, ерте жиналуда. Кейбір азаматтарымыз таңертең 8:30-дан бастап келген. Алматы қаласының тұрғындары тағы да мекенжайды айтайық. Наурызбай ауданы, Наурызбай аудандық сот мекенжайында өтеді. Шұғыла 347. Келіңіздер, қолдаңыздар, қатарымыз көп болсын. Біз қазір осы сотқа қолдау білдіруге келген қоғам белсендісі Қонайғамыздан пікірін білмекшіміз. Жалпы Қонайға армысыз? Жалпы өзіңіз үнемі осындай қоғамға қатысты әділдік, шындық жанында табыласыз. Митинг болсын, осындай соттарға болсын, үнемі қалмайсыз, бәрін қолдайсыз. Тіпті сайлауларда бір емес, бірнеше рет бақылаушы болдыңыз. Жалпы бүгінгі осы сот отырысынан не күтесіз? Қандай үміт бар жалпы? Армысыздар, қазақ елі. Мынау енді сот үкімінен біз әділдікті күтеміз. Аққа Құдай жақ дейді. Мынау біз Қалаш пен Айгерімді танимыз бұрыннан. Сол 5 қаңтар күні өзім Дархан екеуміз барып, сол Лобачевский 10 ғимаратынан босатып алып шыққанбыз. Олар шыққан күні ешқандай ұйымдастырушы не деген айыптармен келіспеймін. Соттың әділ және де халық жағын әділдігін талап етем. Халықтың қалауы сол. Не толқы менің. Бұлар қандай да нәзік қыздарымыз. Бірі журналист Айгерім Тілеужан, Қалас Нұрпейісов, тарихшы, білікті ұстаз. Ол қалай терроризм ұйымдастырушы болады? Мен омен толық келіспеймін. Бүгінгі соттан әділдікті талап етеміз. Және үмітсіз шайтан дейді. Үміт күтеміз. Бұларға прокурор бергендей 11 жыл жазықсыз және де жалған айыппен тартылып отыр. Бұлар айран ішкен құтылады, шеле жалған тұтылады боп. Бұл екеуі ол әуежайда ешқандай да қирату не мақсат емес, набыры керісінше халықты бүлікшілерді бірлікке неге татулыққа шақыру үшін барған есебінде болар. Бұларға енді мынандай терроризм әуежайды басып алды деп айып тағып отыр. Үлкен айып қой ол деген. Үлкен айыптың үлкені ғой бұл. Мен толық келіспеймін мен өзім. Көп рахмет аға. Осындағы қаншама міне 100-ден аса азаматшаларымыз бар. Үлкен кісілер көбісі іште. Мысалға 4 осындай шатыр болса отыратын 4-еуінде де қоғам белсенділер отыр қазір.
Түскі уақыт қазір айта кететін. Сағат 1-дің шамасы, сот 3-те деп белгіленген. Алматы қаласының азаматтары, тұрғындары көріп тұрған болсаңыздар, міндетті түрде келіңіздер, қолдаңыздар, қатарымыздан. Күндеріңіз сәтті өтсін. Амандық болса, сот қазір 3 сағаттан кейін басталады. Қазір түскі уақыт. Осы жердеміз, сот аяқталғанға дейін. Амандық болса, осы аталған 5 азаматымыз жала арқаламай, амандықта өзінің отбасында, өзінің ағайын туысының ортасына оралады деген ойдамыз. Арнамен бірге болыңыздар. Заман YouTube арнасына тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар, видеоны бөлісіп, сотқа көп адамның келуіне, жалпы еліміздегі алдағы уақытта 13-ші Таразға баратынымыз бар, артынша Думан Мұхаммед-Кәрім Талдықорғанға барамыз. Арнаның көрермендерін көбейтейік, ақиқатты, әділдікті қолдайтын азаматтар қатарын көбейтейік. Заман YouTube арнасына тіркеліңіздер. Сержан Біләш ағамыз айтпақшы, саусақтарыңыз 10 тонна болса да, лайктан аямай басып отырыңыздар.